Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Достар, естеріңізде болса, балалық шағымыздың ең сүйікті тәттісі сүтті коржиктер болатын. Оны жасау оп-оңай, дәмі дәл сол балалық шақтағыдай. Ендеше кірісейік, барлық керек ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен таза табамызды жай отқа қойып, шекерімізді саламыз және оның үстіне сүтімізді құйып, хош иіс беру үшін ванилинімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Шекеріміз сүтте жақсы еріп кетуі қажет. Бірақ та қадағалаңыз, сүтіміз қайнамауы қажет. Шекеріміз жақсы ерігеннен кейін сары майымызды немесе маргаринімізді қосатын боламыз. Бізге маргариніміз сәл жұмсарып, еруі қажет. Сол кезде ғана ыдысымызды оттан алып, қамыр илейтін басқа таза ыдысымызға құятын боламыз. Мінекей бізде маргариніміз еріді. Енді таза табамызға құямыз, содан кейін үстіне жұмыртқамызды құятын боламыз. Ең алдымен бір жұмыртқамызды жақсылап көпіртіп, біркелкі консистенцияға келтіріп алғаннан кейін тек қана жартысын құямыз, қалғанын коржығымыздың бетін сылауға алып қоямыз. Ұнымызды сұйық консистенциямызға қоспас алдын содамызды және сәл ғана тұзымызды қосып, құрғақтай араластырып алатын боламыз. Содан кейін ғана барып сала бастаймыз. Достар, каналыма тіркеліп лайк басуды және өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Алдағы уақытта ең оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Осылайша ұнымызды бөліп салып, алғашында қасықтың көмегімен араластырып, ең соңында қоюланғаннан кейін қолдың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз сәл ғана қолға шабысып тұрса, ештеңе етпейді. Дайын қамырымызды целлофан пакетке салып, 20 минутқа тоңазытқышқа салып алатын боламыз. Достар, осы қамырыңызды холодильникке салу кезінде пешіңізді қосып қоя берсеңіз болады, себебі бізге қызып тұрған 200 градустағы пешіңіз қажет. Осылайша 20 минут өткеннен кейін дәл видеода көрсетілгендей қалыңдықта қамырыңызды жайып алуыңыз қажет. Содан кейін стаканның көмегімен немесе мен секілді шайнектің қақпағының көмегімен осылайша дөңгелек форма беріп шығамыз қамырға. Осылайша формадағы коржиктарымыздың бетін қалған жұмыртқаның жартысымен сылап шығатын боламыз. Және әдемілік беру үшін үстін шанышқының көмегімен сызып жіберсеңіз піскен кезде өте әдемі болып шығады. Мінекей дайын болған коржиктарымызды қызып тұрған пешке 12 минут немесе 10 минуттың ішінде пісіріп аласыз. Олар сәл көтеріліп, қызарып, өте әдемі болып пісіп шығады. Мінекей достар, өздеріңіз көріп тұрғандай сондай хош иісті және жұмсақ болып піседі. Осындай балалық шақтың дәмімен сүт қосып неге ішпеске, сіз де отбасыңызды қуантып, балалық шаққа бір саяхат жасап шығыңыз. Өте керемет және оңай жасалады. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.